Қазір көріп жатсыздар, Иранмен соғыс басталды, Америка мен Израиль атқылап жатыр, самолеттармен бомба түсіріп жатыр. Мұсылман еместерге жақтасып жатқанда осылай дінмен шығарып береді да, көрдіңіздер ме? Сол үшін біз ақиданы жақсы білу керекпіз. Қазір ұстаздар сізге сабақ беріп жатыр ма, жақсылап түсініп алыңыздар. Ақиданың айырмашылықтарын қалай олар айтып жатыр, қалай біз айтамыз. Сол себебі ол ақида үшін олар осылай адамдардың өмірлерін, миллиондаған өмірлерін былай тігіп жіберіп жатыр да, көрдіңіздер ме? Екінші мәселе сол саясатты білу керек, бірақ араласпау керек деп айтады ұстаздар. Жақсы білу керек. Ол үшін жаңағыдай сол кішкене тарихтан, уақыт болса тарихтан, саяси, экономикалық саласы жазылған. Соларды қарап қою керек та. Немесе жаңағыдай чат GPT бар, соған айтып маған курс жазып бер деп. Тарихтан кішкене хабар алу керек. Сол кезде не болып жатқан дүние қалай болып жатыр, түсінікті болады. Сол айтайын деген осы екі мәселе. Қабыл болсын, олжаларыңыз, Аллах болсын.